Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге ОПВР пенсионный взнос и работодатель дегенді анықтамасын қалай алу керектігін көрсететін боламын егов арқылы. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып қолдап кетіңіздер. егов порталына ЭЦП күліштарыңызбен кіріп аласыздар және әлеуметтік қамтамасыз ету деген бөлімге кіресіздер. Бұл пенсионный работодатель деген ОПВР, ол 2024-тен бастап енгізілген ИП төлемдері болып табылады. Осылай кіріп аласыздар әлеуметтік қамтамасыз ету дегенге, сосын толық көрсету дегенді басасыздар. Міне осы жерде БЖЗқ бірыңғай жиынтық зейнетақы қоры аударымдары туралы ақпарат алу деген тұрады. Соны таңдайсыздар. Онлайн сұрау батырмасын басасыздар. Ары қарай сіздерде осылай 3 қадам шығады. Бірінші қадамында қол қою және анықтама алу дегенді басасыздар. Сосын сіздерді автоматты түрде екінші қадамға өткізеді. Ол жерде ЭЦП күліштарыңызбен қол қоясыздар. Электрондық цифрлық қолтаңба дегенді таңдайсыздар. ЭЦП-ны қолданып қол қою дегенді таңдайсыздар. Міне ақпарат тасымалдағыштар дегенді таңдап, осы жерде өзіңіздің ЭЦП күліштарыңызды алып, қол қойып, үшінші қадамға өтесіздер. Үшінші қадамда сіздердің уже нелеріңіз дайын, справкаларыңыз дайын. Міне осылай үшінші қадамға кіресіздер. Одан кейін төменге қарай түскен кезде мәртебені жаңарту дегенді басасыздар. Осы жерде сіздердің документтеріңіз шығатын болады. ОПВР бірыңғай жиынтық қорына салған төлемдеріңіз осылай справкасын алсаңыздар болады.